Жер сілкінісі кезінде ғимарат ішінде болсаңыз, мықты үстел астында аяғын мықтап ұстап, немесе ішкі қабырға жанында отырыңыз. Басты қолыңызбен жабыңыз. Дүмпулер аяқталғанша ақырын күтіңіз. Ешқандай жағдайда дүмпулер кезінде терезеге тығылмаңыз. Бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Ауыр жиһаздан алыс тұрыңыз. Іргелі қабырғаның есік жақтауына немесе іргелі қабырғалардың бұрышына жасырыныңыз. Жер сілкінісі кезінде көшеде болсаңыз, ашық жерге шығуға тырысыңыз. Ғимараттардан, электр сымдарынан және ағаштардан алшақ болыңыз. Отыр, жасырын, ақырын күт. Ережесін ұмытпаңыз. Жер сілкінісі кезінде көлікте болсаңыз, ашық жерге барыңыз және көлікті дүмпулер аяқталғанша қол торыңызына қойып тоқтатыңыз. Көліктің ішінде сізге қауіпсіз. Шей жағдайға қатысты жоспарды өз отбасыңызбен талқылаңыз. Жоспарға қауіпсіз орындар, эвакуация жолдары, электр жарығын, газды, суды өшіру, қатер қолдорбасы тұратын жер, жиналу орны мен қала сыртында байланысатын адамдар тізімі кіреді. Оның ішіне ақша, құжаттар, дәрі қобдишасы, бір адамға тәулігіне 3-4 литр есебінен су, консервілер, жоғары калориялық тағам, жеке гигиена құралдары, жылы киім, көрпе, керек құралдар, ол радио қабылдағыш, фонарь, батарейкасымен, сіріңке, құралдар және ысқырық.